Сәлем достар, бүгін сіздермен шоколадный бисквит дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 120 грамм құм шекер, 4 жұмыртқа салып, оны жақсылап миксермен 2-3 есе ұлғайғанға дейін араластыруымыз қажет. Шамамен 10-15 минут аралығында араластырсаңыз, осындай ақ масса шығуы қажет. Басқа ыдысқа ұн мен какаоны салып, қасықпен араластырып аламыз да, жаңағы взбивать еткен массамыздың үстіне илеуішпен жартысын саламыз. Сөйтіп оны асықпай біркелкі етіп араластыруымыз қажет. Егер тезірек жасаса, онда біздің взбивать еткен массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан осылайынан видеода көрсетілгендей етіп, екі бөліп салып жасауымыз керек. Менде осындай біркелкі қою қамыр болып шықты. Оны формамызға құйып, қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-50 минут аралығында пісіреміз. Достар, егер рецепт ұнаған болса, видеоның астына пікір қалдырып, каналыма тіркелсеңіз, өте қуанышты болар едім.